Oppo компаниясы Reno топтамасын бір жыл бұрын шығарған. Алғашқы смартфон танымал дизайнның арқасында сәтті болды. Бірінші Oppo Reno смартфондарын бастап жоғары деңгейде жүзеге асырған жылжымалы селфи камераларымен мақтанып алғашқылардың бірі болып саналады. Құрылғының екінші буыны таныс ерекшеліктерді сақтай отырып толығымен логикалық дамуды алды деп ойлаймын. Смартфонның техникалық сипаттама тақырыбының басына жыба кетсек, Qualcomm Snapdragon 730G процессоры Oppo Reno 2 жылдамдығы мен өнімділігіне жауап береді. Күрделі ойындарда өзінің күшін керемет түрде көрсетеді. Ойындардың өнімділігі тура процессордың қуатына байланысты ешкімге құпия емес. Мысал ретінде, соңғы ойындар Call of Duty Mobile, PUBG Mobile жеткілікті жылдамдықпен жұмыс істейді. Ең қызу шайқастарда смартфон өзін-өзі сенімді ұстайды. Кептелістер болмайды. Сонымен қатар мен 1 сағаттық ойын сессиясын кейінде FPS түсірілімдерін таппағанымды атап өтемін. Графикалық көмегімен Adreno 618 процессорға көмек көрсетеді. Reno 2 8 ГБ жедел жадымен қуаттанады, ал 256 ГБ сақтау сыйымдылығы жадтың жетіспейтіндігін көрсетпейді. Бірнеше 100 ГБ-тан тұратын музыкалық кітапхананы өзімен бірге тасып жүретіндерге карта қолдауы көрсетіледі. Әрине, 2019 жылғы флагмандықтар үшін осындай 3,5 мм құлақ аспап ұясы сияқты сирек кездесетіні жөн. Смартфонның автономды жұмысы сағатына 4000 мАh батареясымен қамтамасыз етіледі. Бұл параметрге қатысты шағымдар жоқ. Саусақ ізін сканерлеуші экранның астына жасырылған және тез жұмыс істейді. Бұл үшін ультрадыбыстық технология қолданылады. Сондай-ақ құрылғыны бетімен ашуға да болады. Бұл әдіс үшін алдыңғы камера жауап береді. Менің ойымша, мұндай шешімдердің қауіпсіздігі күмән тудырады. NFS модулінсіз болмағаны рас болып тұр. Яғни Reno 2 төлем құралы ретінде Google Pay қызметін бірге қолдана алады. Өкінішке орай, смартфон судан қорғау функциямен қамтылған жоқ. Құрғақ сипаттамадан кейін әдемі дизайн талқылауға тура уақыт келген секілді. Айта кеткен, жоғары деңгейде жүзеге асырған жылжымалы селфи камераларымен мақтанып алғашқылардың бірі болып саналады. Акула қанаты формасы Oppo компаниясының танымал қызғылығы болып кеткені рас келді. Айта кете, көбінесе қытайлық смартфондар жұмыс әдісін қабылдау идеясының қайнар көзі бола бермейді. Oppo'дан кейін Xiaomi мен OnePlus жылжымалы фронталды камерасын жүзеге асыруға мүмкін алды. Тағы бір дизайн жұмысшылардың көзқарастан мақтағым келіп тұр. Ол Reno 2 артына салынған 4 модулдан тұратын линзалы камералар. Корпустың терең қараңғы градиентті көзді тартады және смартфонды қабығына жасырғысы келмейді. Артқы беті Gorilla Glass 5 лайықты алиофокты жабдықтысымен, ал алдыңғы жағы Gorilla әйнегінің 6-шы нұсқасымен қапталған. Oppo Reno 2 4 модулды камералардан тұратын жүйе. Sony IMX 586 48 мегапиксель құрайтын негізгі камерасы орналасқан. Ол жақсы кең динамикалық диапазонмен, сондай-ақ түнгі режим үшін лайықты кадр алатын басты камерасы. Жалпы түсірілім сапасы алдыңғы қатарда. Штативсіз түсірулеріңізге болады. Ол үшін оптикалық тұрақтандыру бар. 4 камералары 2 оптикалық және 5 гибридті жақындатуымен жабдықталған. Бұл жерде еркелетуге болатын шығар, өйткені мұндай жақындату кезінде бөлшектер айтарлықтай азаяды. Макро түсірім атқарымын өндіруші 8 мегапиксельді кең бұрышы бар камераға талап берді. Ол барлық камералар сияқты автофокуспен жабдықталғандықтан, сіз объектілерді 2 см-ге жақын қашықтықтан түсіре аласыз. Кең бұрышты камера 116%-ға түсу бұрышы ие болды. Суреттер өте сапалы алынған, бірақ негізгі сенсормен салыстырғанда үшінші камераның сапасы жоғалады. Бейне түсірілуі сондай-ақ жоғары деңгейде. Тұрақтандыру 1080p режимінде 60 кадр секундысына жылдамдықпен түсіргенде максималды 4К ажыратымдылықта жақсы жұмыс істейді. Талдап тексеру және басқа параметрлер бойынша сурет көзге өте ұнамды. 4К режимінде түсірілуі секундысына 60 кадр жеткіліксіз болып тұрғаны мүлдем ренжітпейді. 16 мегапиксель жылжымалы алдыңғы камерасы ашылуы жеке салт жорасына ілінді. Ашылғанда арнайы дыбыспен бірге жүреді. Бұл шешімнің кемшіліктері селфи камераның саңылауында шаң болып жиналады. Кейде түсірмес бұрын оны сүрту керектігін рас көрінеді. Шағын өндіруші селфи камерасының 200 мыңдай ашылып жабылу мүмкіндігі бар деп жариялайды. Селфи камера өзінің негізгі міндетін өте жақсы көрсетеді. Суреттерінің сапасы жақсы, күндізгі уақытта оған ешқандай сұрақтар болмайды. Аккумуляторы VOOC Charge 3-ші технологиясы смартфонды 1 сағат 40 минутта толық қуатын алады. Смартфонға 45 қуатын үнемдеуге жарты сағат зарядтау жеткілікті. Қалыпты пайдалану кезінде құрылғы 1,5 күн істей береді.
Сіз экранның 5-6 сағат жұмысына сенімді ала боласыз. Пайдаланушының ең ыңғайлы тәжірибесін алу үшін 400-500 мың тұратын флагманды сатып алу қажет емес. Айта кетер, Oppo Reno 2 Қазақстанда орта бағасы 260 мың теңге құрайды. Керемет сапалы суреттер мен бейнелер, максималды параметр ойындар, шынымен жақтаусыз дисплей, экрандағы сканер немесе жетілдірілген түнгі режим, осының бәрі Oppo Reno 2-ні үлкен лигаларға алып келеді. Керемет дизайн жеке бәсекелестер өз құрылғырын көшіп алған жеке сызықпен жүреді. Бұл мойындау емес пе? Осы бағамен смартфон биылғы жылдық үздік құрылғыларына қарағанда арзан болып қала береді. Оның қуатты бірі әлі де орта деңгейлі Qualcomm процессорымен ерекшеленеді. Судан қорғаудың жоқтығы, сымсыз зарядтау және қалыпты дисплей жоқтығы басқа флагмандық үшін артық төлем жасау керек па, жоқ па, ол әрине сізге байланысты. Бүгінгі Oppo Reno 2 шолу бейнесі аяқталған жөн. Сіздермен бірге болған мен Тілес, біздің арнамызға жазылғанды ұмытпаңыздар. Сау саламат болыңыздар.